Алла тағала осындай Нұр Мұбарак деген керемет оқу орталығын сыйлап отыр бізге. Бұл оқу орталығының да өзі бірнеше жылдар даму үстінде болды. Бұл қыздарымыз келіп осы жерден білім алайық, мұсылмандықты үйренейік дегендей мысалы. Солардың барлығын қамти алу керекпіз біз. Олардың мысалы биылғы түсетін сандары мысалы сондай бір үлкен сан болса, ол санның біраз пайызын біз қамти алмауымыз мүмкін. Оқу орнымен де, жаңағы жататын орнымен де. Ол біз үшін өте жанымызға бататын нәрсе. Олардың да үйлеріне, көздеріне жас алып қайтып баратқан нәрсесі де оңай нәрсе емес негізі. Сол мағынада университетіміз қазір алға қарай үлкен жоспарлар қойылып, 9 қабатты осындай бір керемет ғимаратты қолға алынып жатыр. Бұл да Алла тағаланың өзінің бастап жатқан ісі, өзінің жақсы пейілді адамдарын пайдаланып, соған жұмылдырып дегендей нәрсе. Адам, халық өзіндегі нәрсені шығармайынша Алланың жәрдемі келмейді. Бұл Алланың өзінің бір заңдылығы қойып қойған. Біз кейбір адамдардың әлеуметтік жағдайын шешуге көмектесерміз, біреулердің ауруына көмектесерміз, біреуге пәтер алып беріп көмектесерміз. Бұның барлығы Алла тағаланың істетіп жатқан майдандары. Бірақ осы нәрселердің ішінде адамды жасап шығару. Қандай адам? Салауатты, салиқалы адамды жасап шығару. Ары қарай терең үңілетін болсақ, біз Міржақыпты жасап шығару керекпіз. Біз Ахмет Байтұрсынұлын жасап шығару керекпіз. Міржақып Дулатұлы айтады: әуелі үйренетін бір ғылымың өзіңнің мұсылманша дін ғылымың. Шарттарын исламның кәміл білсең, ақыреттік азық болар шын ғылымың дегендей. Шындап келген кезде бұл сондай бір ғылыми орталық. Бұл осы қазақтың болашақтағы салауатты, салиқалы жер бетіндегі өміріне де, сондай-ақ мәңгі ақыретіне де үлкен жақсылық сыйлағалы тұрған орталық. Осы орталықта дайындалып жатқан әрбір ұл қызымыз біз үшін өте қымбат. Оның бойына жаңағы рухани тәліммен қоса тәрбиені беру осы университеттің үлкен бір мақсаты. Құдай қаласа жаңағындай 9 қабаты Құдай қаласа салынып, үлкен оқу орталық ашылып, әрбір осы руханиятты іздеген ұлдарымыз бен қыздарымызды қамти алатын Атала сондай бір күш берсін бізге, осында қамтып оқытатындай. Сөйтіп болашағымызға керемет салиқалы буын сыйлап беру, бұл тәуелсіздікке деген шүкірлігіміз. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Құрметті біздің шәкірттеріміз, бүгін қасиетті жұма күні Аллах Тағала осы нұрлы үлкен білім ошағымызға, білім ордасына басып келген қадамдарымызға Аллахым сауаптан жазсын. Қасиетті Рамазан айындағы тұтып жатқан оразамыз, оқып жатқан Құрандарымызды, дұға тілек, мінәжаттарымыздың баршасын Аллахым қабыл етсін. Иншалла. Қош келдіңіздер жұма уағызына. Енді жұма уағызына айтатын бүгінгі ұстазымыз, өздеріңіз барлығыңыз жақсы көретін ардақты Ерлан ұстазымыз. Ерлан ұстаз, қош келдіңіз. Қош көрдік. Аллах тағала сізге разы болсын. Біліміңізбен бөлісіп, жастарымызды нұрландырып, альхамдулилля, қаншама біздің жастарымызға білім үйретіп, аяттардың мағыналарын түсіндіріп, рухани тәлім тәрбие беріп жатырсыз. Алла сізге разы болсын, деніңіз сау болсын иншалла. Барлық ұстаздарымыз аман болсын. Құрметті жамағат, құрметті бауырлар. Бүгінгі ұстазымыздың айтатын тақырыбы да керемет. Рамазан айында жалпы уақытты қалай өткізуіміз керек, оның қадірін білуіміз керек, түсінуіміз керек. Әрбір уақыты, әрбір сағаты, әрбір секунды, минутына шейін біз үшін алтыннан да қымбат. Сол үшін Рамазандағы уақыттың қадірі турасында ұстазымыз уағыз айтады, насихат айтады. Баршамызға пайдалы болсын, әсерлі болсын деген ниетпен уағызымызды бастайық. Ұстаз, сөз өзіңізде. Алла сізге күш, қуат берсін. Алла разы болсын. Амин.
Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Баршаларыңызға Алла Тағаланың сәлемі, рахымы, берекелері болсын. Осы жиынымызды Алла Тағала баршамызға пайдалы білім қылсын. Жалпы мұсылман өзінің есебінде әрдайым маңызды тұтатын нәрсе ол уақыт. Рамазандағы уақыттың қадірі дегеннен алдын жалпы осы уақыттың өзінің қадірі туралы айтатын болсақ, иншалла. Адамға берілген ең әуелгі негізгі байлық капитал, мал басы дейді ғой. Ол ғұмыры. Бірінші орында тұрған сіз бен біздің капиталымыз, байлығымыз, ол ғұмыр. Сізге берілген өмір. Сол өмірдің әрбір сағаты, әрбір жылы дейік, әрбір айы, не осының барлығы қиямет күні Алламен жолығатын күні пайдамен келеді, немесе мүлде заяға кеткен түрде келеді. Алла Тағала Құранда көптеген қасамдар айтады, ант етеді. Белгілі бір ақиқаттарды бекіту үшін санамызға белгілі бір нәрселермен ант етеді. Сол ант еткен нәрселердің көбісі уақыт өлшемдері. Мысалы, өздеріңізге белгілі Әл-Аср сүресі, Әл-Асри деп Алла Тағала ант етеді. Заманмен ант етемін дейді. Өте қадірлі нәрсе, жаңа айтып отырып қой біз. Бұл мал басыңыз, бұл бірінші орында тұрған мал басыңыз. Сол заманмен ант етемін. Анау Адам алейхиссаламнан бастап қиямет күніне дейінгі берілген заман өлшемі. Әрбір сол үлкен заманның ішінде қаншалаған ғасырлар өткен, қаншалаған ғұмырлар өткен. Сол заманмен Алла Тағала ант етемін дейді. Қандай ақиқатты бекітеді бізге? Иннал инсана лафи хуср. Шынымен де адам зиян шегуде дейді. Шынымен де адам заяға кетуде дейді. Күллі ғұмырмен, денсаулығымен, өзіне берілген күллі нәрселердің барлығы заяға кетуде дейді. Алла Тағала кәдімгідей ақиқатты басып айтып отыр. Яғни сондай буындар өткен, соны ойланып отырайық. Сондай буындар өткен. Мысалы, 90 жыл берілген біреуге. Нұх пайғамбардың кезіндегі ғұмырларды қарасаңыздар, Нұх пайғамбардың өзі 950 жыл Алланың жолына шақырғаны айтылады. 1000 жылдан өмір сүрген адамдар. 1000 жыл ғұмыры берілген адамдар. Одан кейін 800, одан кейін 700, 600, Ибрахим алейхиссаламның замандары 200, Мұса пайғамбардың заманы 120 жыл. Бізге дейін енді 60-70 деген нәрселері болатыр. Сонда менің айтқым келгені, күллі ғұмыры заяға кеткен буындар болған. Заяға кеткен. Қиямет күні тақыр болып келеді. Алламен жолығатын күні мүлде тақыр болып келеді. Жаңағы хуср деген сөзде Аср сүресінде соны білдіреді. Түксіз келеді, түксіз дейді. Нөл. Күллі әкелген нәрсесі күпірлік, пасықтық, шүкірсіздік, имансыздық деген жағдайлармен келетін сан өте көп болады. Онда
шайтан да адамды қаншалықты алдауға тырысқан, адамдар да қаншалықты алданған. Сонымен Алламен жолығатын күні бірақ оянған ғой. Ақыл тек сол күні істеген. Қарас. Сіздер мен біздерге Алланың бір кеңшілігі, Алла Тағала өзін танытып, сондай бір кеңшілік жасап отыр. Біз қазір иман, ислам деген Алла Тағаланың бір Құдайға сенген таза иманмен әмірін танып білген мұсылмандық жолдамыз. Бірақ біздің өзімізді шайтан алдайды. Қаншалаған уақыттарымыз босқа өтіп кетуі мүмкін біздің. Сонда жаңағы зияннан шығу мақсаты жалпы күллі мұсылманға, күллі адам баласына Алла Тағаланың айтатыны, шынымен де адам баласы зиянда, заяға кетуде. Тек қана ақиқатқа иман келтіргендерді айтпағанда. Қай заманда болмасын, ақиқатқа иман келтіргендерді айтпағанда. Және де сол ақиқаттың талабына сай, шариғаты бойынша салиқалы амал істегендерді айтпағанда. Екі қасиет айтылып отыр. Бұл екеуі негізі иман мен салиқалы амал, бұл мұсылманның жалпы ислам бойынша ақиқатқа сай жаңағы өмір сүруін айтады. Осы екеуі болса, онда ол адам ақиқатқа сай өмір сүріп отыр. Ислам бойынша өмір сүріп отыр. Алайда Алла Тағала оны жеткіліксіз көріп, тағы екі сипат қосты. Ватавасау бил хаққи, өз араларында ақиқатты үгіттескендер. Өйткені өз арамызда ақиқатты үгіттеспесек, сол сағаттардың бәрінде біз нені үгіттесеміз? Бос нәрселерді. Яғни ол да уақыттарымызды заяға кетіретін нәрселер. Сондықтан бұл жерде Алла Тағала өз араларында хақты өсиет еткендер дейді. Бір-бірімен жолыға қалса, тек пайдалы білімді сөйлеседі. Міне бұл және одан кейінгі ватавасау бис собр. Осы ақиқат жолында оңай болмайды, нәпсімен күрес болады. Алла Тағала әртүрлі жағдайларды құбылтады. Сол құбылған жағдайлар болған кезде бір-біріне сабырлықты өсиет еткендер дейді. Сабыр етейік деп сабырлықты өсиет еткендер. Сонда соңғы екеуі ақиқатты өсиет еткендер және сабырлықты өсиет еткендер бұл мұсылманның кемелдігін көрсетеді. Яғни ақиқат үшін өмір сүру. Әуелгі екі қасиет ақиқат бойынша немесе ислам бойынша өмір сүру болса, кейінгі екі қасиет ақиқат үшін, ислам үшін өмір сүру. Сонда бұл пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның жолына толықтай еліктеуге тырысу деген мағынаны береді. Осы төрт қасиет әсіресе мына біз айтайық сырттағы жаңағы халайыққа төртеуінде міндеттей алмасақ та, бірақ мына жерде оқып жатқандар осы төрт қасиетті алып шығу керек. Сіздердің ертең осы жерде білім алып жатудағы мақсатыңыздың өзі сіз ақиқат үшін өмір сүретін адам болып шығу керексіз. Әйтпесе сыртта жаңа айтайық намаздарын оқып мешітке барып жүрген адамдар сияқты емес, сіздікі жаңағы екі қасиет тұрғысынан артық болу керексіз. Өйткені білім, иншалла, пайғамбарымыздан келгеннен кейін осы үмбетке ғұламалар пайғамбарлардың мирасқорлары деген хадис болады. Сондықтан сол мирасқорлыққа шама келгенше сай өмір сүру үшін иншалла сіздердің міндеттеріңіз осы төрт қасиетті арқалау. Қай жерде жүрсеңіздер де сіздің мінезіңіз, сіздің сөзіңіз, сіздің мәмілеңізден ақиқат үшін өмір сүріп жүрген адам екеніңіз көріну керек. Сол арқылы
басқа адамдар тура жолдарын жақсылап ұстайтын болады сіздің қастарында рухани жетекшілік жасағандықтан. Әйтпесе адам баласы ұмытып кетуге, жаңылысуға бейім жаралған нәрсе. Әрдайым біреу ескертіп жүрмесе, есте тұра бермейді. Құранның өзінде Алла тағала сол үшін қайталап сөйлейді. Ішінде аяттарды қарасаңыз, неге? Өйткені әрдайым еске салатын кітап ол. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламды еске сала беретін адам болған. Алла тағала өзі Құранда айтады: «Фазаккир», естеріне салуға пайғамбар. Өйткені еске салу мүминдерге пайда береді дейді. Яғни сіздің айналаңыздағы иман келтіргендерге сіз арқылы еске салдырып, жаңағы имандары да, Алламен екі арадағы амалдары да жаңара береді. Соқтан сіздің міндетіңіз, осы нәрсені өзіңізге санаңызға шегелеп алыңыз, сіздің міндетіңіз кішкене үлкенірек басқаларға қарағанда. Сізді сол үшін осы жерге әкеп Алла тағала оқытып отыр. Жаңағы айтқанымыздай, негізгі мал басыңыз ғұмырыңыз. Адам ең бірінші осы ғұмырын бағалау керек. Менде анау жоқ, менде мынау жоқ деуден бұрын Алладан ұялу керек. Сізге берілген ғұмыр сол сіздің мал басыңыз, байлығыңыз ол. Сол үшін сұралады ертең адам баласы қиямет күні. Сол ғұмырдың ішіндегі ең бір тамаша қуатты кезең қазір өздеріңіздегі осы жастық кезең. Өздеріңіз қараңыздар, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады: «Ла тазула қадама ғабдин яумал қиямати». Қиямет күні құлдың екі аяғы сұралатын кезде орнынан қозғалмай тұрады. Бір хадисінде Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам 4 нәрседен сұралмайынша дейді, бір хадисінде 5 нәрседен сұралмайынша. Сонда бірінші нәрсе не деген кезде? Ғұмыры жайлы сұралады. Фима афнаху, қай жолда тауысты? Қараңыздар, қандай? Ғұмыр ол сіз бен біз тауысатын нәрсеміз. Афна, жоқ қыламыз біз оны. Күндердің бір күні ол бітеді. Сонда тек сұрақ қалады екен қияметте. Ойлаңызшы, күндердің бір күні мына сіз бен бізге берілген ғұмыр, біреуге 90 жыл, біреуге 80 жыл ма, ол бітті, таусылды. Сөйтіп Алла тағаламен жолыққан күні ғұмырыңды қай жолда тауыстың деген сұрақ қойылады. Бұны ешкім ойламауы мүмкін қазір. Уақыттың қадірін ойлаңыз енді. 90 жылды қайда жібердің деп сұрайды мысалы тағала. Сосын адам о жерде бәленше деген нәрсені айтпақшы болса, мен қайдамын дейді ол 90 жылдың ішінде. Мен қайдам? Ғұмырды берген Алла болғаннан кейін, бұл ғұмыр сіздің өте маңызды байлығыңыз. Шайтан осы байлықты ұрлауға тырысады бізден. Шайтан ұрлауға тырысады. Шайтанға бір сағатын да бермеуді біз үйрену керекпіз. Шайтан біздің бір сағатымызға дейін ұрлай алмау керек. Содан кейін Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады: «Уан шабабихи фима аблаху». Және де оның жастық шағы туралы сұралады. Оны қай жолда құртқанын дейді. Қай жолда құрттың немесе қай жолда тоздырдың? Жастық шақты көрдіңіз ба? Жастық шақ беріледі. Сосын ол тозатын кезі болады, болды. Ары қарай кәртаю. Кәртаюдан басқа амалымыз жоқ ары қарай. «Уәмән нұғаммирху нунаккисху фил холқ» деп Ясин сүресінде айтады. Кімге ғұмыр ары қарай созсақ, ғұмыр созып жатырмыз деген сөз, жаратылысын кемітіп жатырмыз деген сөз дейді. Яғни жастық шақ тозады, киім тозғандай,
күндердің бір күні ол кетеді. Шайтан оны шоқ болатын, жоқ болатын, от болатын 25 қылмақшы. Оны ән айтып тұрып, шынымен де сол жаңағы өлеңнің сөзіндегідей жоқ қылып құртып жіберетін өмірлер болып отыр. Жоқ болды. Керемет денсаулық, керемет сымбаттылық, керемет күш қуаттық кезең, күллісі құрып бітті болды. Қазір ол 50-де, 60-та, ал жастық шағынан Алла тағала қазірдің өзінде сұраса, о жерде Алла мүлде қатыспаған өмірінде. Заяға кету деген нәрсе болса, мына сіз бен бізді Алла тағала сол нәрседен сақтап қалып отыр. Сонда да біздің өмірімізден де шайтанның ұрлап жатқан нәрсесі өте көп. Уақыт деген кезде бұл көрдіңіз ғой, сіздің ғұмырыңыз, таңғаласыз өзіңіз. Толық 90 жылыңыз туралы, 90 жылыңызды қайда тауыстың деп бір сұраса, оның ішіндегі баға жетпес жастық кезіңізді бөлек алып шығып, өз алдына бөлек сұрайды екен. Қайта екеуі бір нәрсе сияқты ғой, дұрыс па? Сонда жастық шақты ойлаңыз. Жастық шақ ерекше бір сізге берілген мал басы, ол қайтып келмейді. Сол мал басы, сол жастық кездегі уақытыңызды Алла тағала ерекше сұрайды. Шайтанның ең қатты тоздыруға тырысатын кезеңі өміріңіздегі осы. Заяға кетіруге тырысуы. Сондықтан қиямет күні аршынның көлеңкесіне алынатын 7 түрлі адамның біреуі өздеріңізге белгілі. Шаббун наша'a фи ибадатилла, жас жігіт немесе жас қыз, жас өспірім кезінен Аллаға деген ғибадатта өсіп өнген дейді. Аллаға деген ғибадатта өсіп өнген, шайтанға еш нәрсе бермеген. Жастық шағының қабілетінен, денсаулығынан, қызықтауынан, қарауынан, араласуынан шайтанға ештеңе бермеген. Міне білім деген нәрсені түсініп отырсыз ғой не? Білім дегеніміз не? Білім арғы түбінде қанша оқысаңыз да, қанша кітап жаттаңыз, қанша нәрсені біліңіз, қанша ғалымның атын туған жылымен қоса зерттеңіз, оның ең пайдалы нәрсесі осы уақытыңда, ғұмырыңда шайтанға еш нәрсе ұрлатпауың. Соны білім дейді. Әйтпесе, оған мен ұрлатсам, ол менің тілімді пайдаланса, қалаған уақытта, көзімді пайдаланса, уақыттарымды пайдаланса, онда менде не білім? Яғни маған ешқандай пайда келтірмеген, шайтанға қарсы қойып бере алмаған білім. Сондықтан білім деген нәрседе білімнің қадірін түсініңіз. Бұл білім осы ғұмырды сақтау үшін керек. Осы ғұмырды шайтаннан және нәпсіден сақтау үшін керек. Әйтпесе бұл кітапханадағы бір кітаптың санын толтырып тұрған адам болды. Егер көп жаттаған, көп оқыған болсам, сол кітапханадағы сөредегі кітаптың біреуімін тек мен. Мағлұмат ретінде. Алайда білім бұл тірі нәрсе. Көріп тұрсыз ғой, 7 түрлі адам, ол оңай нәрсе емес. Раббысының хұзырында ертең аршынның көлеңкесінің астында жас өспірім жігіттер тұрса, мысалы, жас өспірім қыздар, жастық шағында шайтан ештеңе ала ма? Солар ең білімділер болады. Сондықтан бұл білімнің ең бірінші пайдасы өзіңізге тию керек. Иман келтіргендер және салиқалы амал істегендер дегендей бар. Сосын сыртыңызға шығу керек. Өзара ақиқат төктескендер, сосын сол ақиқат жолында, соны жеткізу жолында сабыр еткендер деген мағынада. Сонда жаңағы қиямет күні адамның екі аяғы орнынан қозғалмайды, ғұмыры жайлы сұралмайынша, ол ғұмырының ішінде жастық кезеңі, жастық шағы
туралы сұралмайынша, және малы, дүние малы қайдан тапты, қайда жұмсады. Малдың өзіне де екі түрлі сұрақ қойылғалы тұр. Қайдан таптың және қайда жұмсадың дегендей. Сосын білімі туралы сұралады дейді. Міне осыны қараңыз. Сол біліміне байланысты не істеді? Міне осы нәрселер сұралмайынша орнынан қозғалмайды дейді. Тағы бір риуаятында оған жисмихи деп келген сенімді риуаяты бар. Пайғамбарымыз саллаллаху тәптіштеп түсіндіруге тырысқан денсаулығы туралы сұралады. Денесі туралы, өзіне берілген денсаулық тәні туралы сұралады дейді. Қай жолда оны тоздырды деп. Міне сондықтан көзімізге көрінбейтін шайтан осы нәрсенің бәрін ұрлағалы жүр. Талай адамдыкін ұрлап та қу тақыр қып қияметке, ақыретке қарай жіберіліп жатқан жағдайлар өте көп. Міне соның бәріне куә болып тұрған Алла қаншама замандардың үстінен осы заманмен ант етіп жатыр. Иман келтіргендер түсініңдер. Сол заманның ішінде сенің де бір кішкентай өлшеулі өмірің зу өтіп өте шығады болды. Келесі буын келеді ертең. 60 жылың, 70 жылың деген не ол? Зу өтіп кетеді, бітті. Келесілер келеді. Сен маңызды емессің бұл өмірде, жалғыз. Сен үшін жаралған нәрсе емес. Бұл дүние сенсіз де бітіп ары қарай жалғаса беретін нәрсе. Сен кейде ойлайсың, маған тіреліп тұр бүкіл іс деп. Ештеңе тіреліп тұрған жоқ. Сенің жаңағы білімің ең алдымен өзіңді қорғауды шайтаннан үйрену керек. Аллаға берілуді және шайтаннан қашуға қызмет жасайтын білім болу керек. Шайтан алдайды, сен бір керемет нәрселер істеп отқандай. Қарап тұрсаңыз, қаншама нәрсемізді ұрлап қойған. Міне олай болса, біз осы Рамазан айында үйленсек деп отырмыз да, жалпы осы уақытымызды біз қалай қадірлейміз, бұны, бұл уақытты біз қалай қорғаймыз дегендей. Мысалы, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям осы Рамазан айында бізге айтады: "Мән сома рамадана иманан ва ихтисабан", кім Рамазанды ораза тұтса. Ораза тұтса деген кезде күндізін деген сөзді қосыңыз. Кім осы Рамазан айының күндізін, яғни күндізгі сағаттарын ораза тұтса. Иманмен және Алланың құзырындағы сауапты тілеумен. Онда оның өткен күнәлары кешірілді деген кезде, бұл жердегі негізгі мәселене күндізгі сағаттардың барлығы оразамен сақтап. Ораза деген нәрсенің өзі арғы түбінде шайтанмен күресу, нәпсімен күресу, Аллаға берілу. Өйткені ол белгілі бір нәрселерден бізді тыйды, және сол тыйымда Алла тағала бақылап тұр. Сонда күндізгі сағат, Рамазанның күндізгі сағатын пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бізге қалай түсіндіріп отыр? Күндізгі сағаттардан еш нәрсені шайтанға бермеу. Уақыттың қадір деген нәрсе осы. Шайтан оны ақырын әкеліп келеді. Күндізгі сағаттан жалқаулық кеп тұрған жағдай болып тұрса, жалқаулыққа ештеңе бермеу. Әлсіздік, істеймін ба, істемеймін ба деп тұрған кезде, оқимын ба, оқымайын ба деп тұрған кезде, шайтанға шама келгенше ештеңе бермеу. Сонда бір күндізгі сағаттың өзінің барлығын, бұл байлықты жіберу Аллаға. Күндізгі сағаттарыңыз сіздің байлығыңыз. Осыны толығымен шама келгенше Алла тағаланың алдына әдемілеп жіберуге тырысу. Мысалы, кешегі имам Науауидің өздеріңіз өмірін оқығансыздар. Мысалы, Дамаскіге сол өздеріңіз сияқты жасөспірім кезінде оқуға барған кезде сол хадис саласымен шұғылданады. Сол жақта енді ғалым болу жолында болады. Сонда күніне 10 ілімді оқыған. Мысалы, фиқ, соған 1 сағат береді, усул фиқ, оған 1 сағат береді, хадис, оған 1 сағат береді дегендей нәрселер. Жаңа хадис ілімі, оның тізбектеріндегі ерлерді зерттеу 1 сағат. Сонда 10 пәнді оқиды,
10 сағат оқыған. Бұл білім жолындағы адамның уақыты. Біз енді оны дәл сондай қылып айтып отқан жоқпыз, бірақ кімде-кім егер сіздердің іштерінде ғалым боламын десе, бұдан басқа амал жоқ. Ғалымның жаңағы мағынадағы терең зерттеуі, соны 1 сағат отырады, сосын тұрады да, жаңа жаттық нелерін жасап алады да, қайтадан келесіге отырады, қайтадан етіп алады, серуендеп бір жуады, қайтадан отырады. Сонда қарап тұрсаңыз, соның негізінде енді бүгінге дейін белгілі ол кісінің еңбектері, аты Алла тағаланың қалауымен, Алла тағала шын мәніндегі жаңағы ықыласпен қабыл алсын ол кісіден. Сонда өзіңіз ойлаңыз, шайтанға бермеуге тырысу. Күндізгі уақыттың барлығы Аллаға берілу керек. Одан кейін түнгі уақытқа қарайтын болсаңыз, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бұл Рамазанда ерекше көңіл бөліп, бұл ай өте бір ерекше мүбарак ай болғаннан кейін, яғни сауабы өте көп. Алла тағала аспандардың есіктерін ашып тастады дегенде сол нәрсе жатыр. Аспандардың есіктері ашық, жәннаттың есіктері ашық дегендей нәрселер. Енді түніне қарасаңыз, пайғамбарымыз түнгі сағаттарында не істеп жатыр? Ұйқы аз болуын қалап, мән қома рамадана деді ол жерде. Кім Рамазанның түнін тұрса, ол түнін тұрудағы мақсаты жаңағы Құранды оқу. Әл-Муддассир, Муззаммил сүресінде өздеріңізге белгілі, «Вараттилил Құр'ана тәртилә». Құранда асықпай, мәнін түсініп оқы. Түнгі намазды сол үшін тұр деп жатыр. Сонда қарап тұрсаңыз, түнгі уақыттың өзін Құранмен шұғылдандырып, түнгі сағаттардың өзін Аллаға қарай жаңағы жіберу. Рамазанда сонда біз күндіз де, түнде де шама келгенше осы өміріміздің сағаттарын жақсылап пайдалану керекпіз. Мысалы, мына нәрселер қазір біз үшін маңызды. Бірінші, Алла тағала бұл өмірді бергеннен кейін бізге көру қабілетін берді, бізге есту қабілетін берді, бізге ойлау қабілетін берді. Барлығы жаңа капиталдың ішіндегі маңызды құралдар. Өмір деп аталатын, ғұмыр деп аталатын капиталыңыздың ішінде көру қабілеті, есту қабілеті, ойлау қабілеті, ақылыңыз дегендей нәрселер. Сол арқылы бізде қарау, қызығу деген нәрсе бар, мысалы. Сосын бұл өмірдегі біздің тағы бір маңызды жұмысымыз ол тамақтану, жеп ішу. Сосын тағы бір маңызды жұмысымыз ол ұйқы. Адам болғаннан кейін сондай нәрселеріміз бар өзінің. Сосын тағы бір маңызды жұмыстарымыз араласу. Адамдармен араласу. Шайтан осы жақтардан келеді екен. Осы жақтардан келгеннен кейін Рамазан айында біз қазір әдемілеп осы рухани жаттығуды жасау керекпіз. Рамазан айында келесі айға шыққан кезде бізде кәдімгідей күреске деген, шайтанмен күреске деген бейімділік мықты қалыптасу керек. Мысалы қарау. Қазір әркімде мысалы телефон бар, әлеуметтік желі, телефон. Енді біз ойлайық, қанша уақытым маған кетті соған? Мысалы, кеше менің қанша уақытым кетті соған, қараңыз. Соның бәрі, мысалы, қарап отқан кезде шайтан соны пайдаланады. Сіздің көру қабілетіңіз, капиталыңыз, сіздің байлығыңыз кімге пайдаланылды? Не үшін пайдаланылды? Аллаға ма? Жоқ, о жердегі нәпсіңіз және шайтанға ма? Сонда сіз біліңіз, кеше мен әлеуметтік желіге қарай бердім. Артық қарау, қарадым. Осының барлығы біліңіз, осының барлығы заяға кеткен сағаттар. Бұны батырып, басып айтпасаңыз, біз түсінбейміз.
бұл заяға кеткен сағаттар. Әлеуметтік желіде қазір мысалы белгілі бір жерге барып араласу деген керек жоқ. Мысалы артық араласу. Әлеуметтік желіде қаншама адаммен араласып жатсыз, ол араласып жатқандарыңыз сізді білмеуі де мүмкін. Шындап келген кезде әлемнің күллі Голливудтағы кинолары, айтайық мен сіздерге, шығарылып жатқан кинолар, шығарылып жатқан неше түрлі бағдарламалар, әртүрлі жаңағы тіпті спорттың неше түрлі жаңа болып жатқан нәрселері, әрине оның барлығы қазір өмірде әдемі бір жолдарға қойылған ғой. Өнер, мәдениет, тағы да басқа бір атаулардың астында әсемделген. Бірақ ар жағында сіздің көру қабілетіңізді, қарауыңызды пайдаланып, сізді заяға кетіру. Жаңағы киноларда, жұлдыздардың қимылдарында неше түрлі сондай нәрселер, сәндер, сіздің уақытыңызды алып бір қиялдарға кіргізу. Бір тәндер бар, сногсшибательный, қалай бар солай айтайын сізге. Есіңді әкетіп, сіздің уақытыңызды заяға кетіріп, сізге арман құрып беріп, шіркін-ай деген сөздерді айтқызып, сіздің өміріңізді заяға кетіріп жатқан бұл дүниенің құбылысы көп. Пайғамбарымыз саллаллаху сол үшін айтып отыр ғой. Инна дуния малғуна. Сіз ойлаңыз, пайғамбарымыздан сұрасаңыз, бұл дүниені не деп айтар едіңіз десем, бұл дүние лағнеттелген дейді. Неге? Өйткені Алланы ұмыттыратын нәрсе. Ал жаңағы әлеуметтік желіде сіз 2 сағат отырдыңыз, мысалы айтайық. Біреудің даусына қызығып отырдыңыз. Біреудің жаңағы қазір мына нәрселер мысалы. Намаз оқитындардың өзінің арасында айтайық. Осы нәрселерді біз түсінбегеннен кейін каристердің мысалы жаңағы дарамалары күллі ғұмырыңды сорып жатыр ғой. Ал не алдың сен? Біреудің жылағанын, сол каристерден жылауды үйренейін деп пе ең? Не ашайын деп тұр олар сізге, айтыңыз? Не берейін деп тұр? Ақыретіңізге ештеңе бере алмайды. Мұхаммед пайғамбармен арада еш нәрсені жасап бере алмайды. Анау түріктің сериалдары мысалы бұрынғы европалық кезеңдерден әлі келе жатқан. Таза Европаның саясаты, мұсылмандықтың исі де жоғалып кеткен жерлер бар. Бір тарихи киноларын айтпағанда өзіңіз ойлаңыз. Машалла дейді да құлық сұмдықтарын тағы басқа нәрселерін үйрете береді. Сонда өзіңіз ойлаңыз, соның барлығы сіздің уақытыңызды жеуге, сіздің ақшаңызды, уақытыңызды, көзіңізді тоздырып, сезімдеріңізді өтірік бір қияли оқиғаларға пайдаланып, жылатып, ойлаңыз, Құран сізді өйтіп жылатып көрмеген. Артық араласу дейді бұны. Пайдасыз, заяға кеткен араласулар. Енді сіз өте қымбат жаратылыс болғаннан кейін Алланың алдында ойлаңыз, періштелер сәжде жасаған сізге. Телесериал көру үшін жасады ма олар сәждені? Дораманың киноларында тоздыру үшін жасады ма періштелер сәждені? Алла тағала адамды сынаған кезде қараңыз, ол періштелер сәжде жасағанда періштелер сынақтан өте салды олар. Алла құла деді, құлай салды. Бірақ адам түсіну керек. Сенің алдыңда ең таза жаратылыстар құлаған. Қалай жауап бересің бұл үшін қияметте? Сені қатты байлап жіберді Алла тағала аманатқа, көрдің бе? Сенің алдыңда қаншалаған құлшылықта сапта тұрған періштелерді бір балшықтан жаратылғанға жыға салды. Ойлаңыз. Сен үлкен аманат алып қойдың сен. Сен енді осыған лайықты халге, шаман келгенше осыған жақын халде, оның ислам деп аталады бұл. Сол бойынша өмір сүрмейтін болсақ, біз білмейміз ертең не болатын жағдайымыз. Сол сәжде жасаған періштелер, сол тозаққа түсетіндердің үстілерінен үлкен азаптарды жасайды. Жан күйзелтетін азаптар деп отыр ғой. Кешегі көрдіңіз ғой. Сол үшін артық араласуына телефоныңызға қараңыз. Кім ол? Олардың барлықтарының жаңағы дауыстар неше түрлі жаратыла береді. Біреудің даусына қарап, біреудің несіне қарап, біреудің анасына қарап, өзіңізді бейшара дәрежесіне түсірмеңіз. Олардың пайғамбарымыз саллаллаху өзіне айтып отыр Алла тағала. Пайғамбарымыз заманында мысалы ана жақта Византия империясы жүр, ана жақта Парс империясы дүрілдеген, бір-бірімен соғысқан, қаншалаған елдерді өздерінің несіне кіргізіп жатқан жағдайлар.
не бір сапарлар, керуендер, сол кезде пайғамбарымыз саламға алла тағала айтады: «Вала яғурраннака тақаллубуллазина кафару фил билад. Матаун қалил». Уа пайғамбар, сені анау кәпірлердің сән тұрғысынан, тән тұрғысынан, дауыс тұрғысынан, небір нәрселер тұрғысынан керемет болып жатқан кәпірлердің, Аллаға да ақыретке сенбейтіндердің жер бетін айналып өздерінше болып жүргені сені алдамасын. Матаун қалил, азғантай ғана пайдалану. Мәуахум жаханнам, баратын, мәңгі паналайтын орындары жаханнам. Ей пайғамбар, сонда кім сізді бүгін қызықтырып жүрген, айтыңызшы? Кім сіздің көзіңізді тоздыртып жатқан? Қай кино, қай жағынан сізді құлатып жатыр ол? Айтшы, қай жұлдыз ол? Мұхаммед пайғамбардың жұлдызын көрсетпей тұрған. Өткенде айттық қой, бізде қаладағы мынау жұлдыздар, қаланың жарықтары жарқ еткен кезде, қаланың жарықтары анау аспандағы жұлдызды бүркеп тастап жатыр ғой. Жердің бетіндегі жұлдыздардың бәрі сол үшін жасалып жатыр, Мұхаммедті көрсетпес үшін сізге. Ертең сол Мұхаммедті көрмегеннен кейін, өзіңіз ойлаңыз, Құранда сүре тұр, Фурқан сүресінде: «Ваяума яғадду золиму аля ядейхи». Сол күні әділетсіз біреу, қиямет күні, екі қолын тістейді дейді, опырып мына саусақтарын. Я лайтани, әттеген-ай, иттахосту мағар расули сәбиля. Елшімен бірге жол ұстағанымда ғой. Я вайлата лайтани, ай сормаңдайым-ай, әттеген-ай, пәленшені дос, сүйікті дос тұтпағанымда ғой. Лақода адоллани ани зикри. Ол мені Алланы еске алудан, ақыретті еске алудан, Құраннан адастырып жіберді ғой. Құранның келгенін біле тұра мен. Ваканал инсану лил инсани хазула. Шынымен де шайтан адамда жәрдемсіз лақтырып кететін нәрсе дейді. Қараңыз. Пайдаланып дарамаға отырғызып қояды да сізді. Қазір дарама каристің бір киносында отырсыз. Ананы айтасыз: анау наркотикқа отырып апты ғой, түсінбеймін сол адамдарды. Сен де наркотикте отырсың ғой. Қай кинодан үзілмей жатсың, сен де отырып алғансың. Қай жұлдыздан үзілмейсің, сен де отырып алғансың. Сен де біреудің табынушысың. Табынушы деген сөздің өзін білесіз ғой, қандай нәрсе екен. Футболдарды көріп жан күйіп отқан адамдар бар. Еркектер есі шығады футбол көріп та. Қаншамасы футболды көріп жанкүйерлердің қаншамасының жүрегі тоқтап өліп қалған сол жолда. Ал енді солардың барлығымыз пайғамбарымыз саллаллаху қараңыз. Пайғамбарымыз саллаллаху келе жатыр, міне ана жерде бір топ сахабалар тұр. Дүниені, ақырет пен дүниенің парқын үйреніп жатқан кезең. Сөйтсе ана жерде біреу күллісін жауырынға жығып жатыр. Сахабалар жаңағы қуанып, ана сіз ютубта бірдеңкені ашып қойып, ананың қалай ұрғанын, ананың қалай құлатқан, бос нәрсе емесіге айтайын. Алланың дініне де пайдасы жоқ. Құр дүниенің мақсаты үшін жүріп жүрген бос нәрселер. Тіпті сол жаңағы күресінде күресіп алып, сосын сәждесін жасап, бос нәрсе. Просто қызықты сән. Сізді бір қиялға кіргізетін да. Дәл сол оқиғада сахабалар анау жығып жатыр, күллісі бүйтіп таңғалып жатыр. Бір кезде пайғамбарымыз саллаллаху келе жатыр. Олар уже темаға кіріп кеткен. Енді пайғамбарымызды кіргізбекші темаға. Көрсем мұсылман қандай. Алланы көрсе, қараңызшы, мынау кіммен күресе құр жыға береді. Пайғамбарымыз саллаллаху ол жерден абыройды жоғалтпай өтіп кетіп бара жатыр. Менің үмбетімде ең күшті адам ашу кезінде өзін ұстай алатын адам. Бұл маған тема емес дейді. Сонымен есі дұрыс сахабалар артынан кетеді. Анау лақтырып жатқан жалғыз қалып қойды. Қызықсыз болып қалды. Подписчикті осылай өшіреді өмірде. Сондықтан ол белгілі бір жұлдыздардың ары қарай жалғастырып дамып жатқанына сіз кінәлісіз, подписчик болып жүрген. Ол қиямет күні сізге ол қашып кетпесе, сіз керек жоқсыз оған. Нәпсілерді көтеріп жатқан заман бұл.
Комментарияда жүресің. Не керек сенің ол жерде комментария? Бос нәрсе бәрі. Бос нәрсе, нәпсі. Бос қалған жерде отырып бірдеңке жазудың өзі. Жаңа айтып отыр қой. Осы Рамазан айында біз үйрену керекпіз. Артық араласу әлеуметтік желінің өзінде. Ешбір пайдасыз жерде сіздің ізіңіз қалмау керек. Әсіресе сіздің Мұхаммед пайғамбардың үмбетінің, оның ішінде осы жерде оқып отқандарымыздың ешбір пайдасыз әңгіме әлеуметтік желіде, пайдасыз әңгіме, пайдасыз кино. Мен зиянды әңгіме, зиянды киноны айтпай-ақ қояйық бұл жерде. Харам нәрселерді айтпай-ақ қояйық. Пайдасыз. Пайдасыз. Неге? Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи Абдулла ибн Аббасқа не деді? Ихрис аля ма янфаука. Өзіңе пайда келтіретін нәрсеге ғана талпын. Қиямет күні саған, сені мен Алланың алдында абыройыңды көтеретін, тозаң салмағандай болса да жәннатқа қарай итеретін, тозаң салмағандай болса да тозақтан қашыратын, алыстататын пайдалы нәрсеге қарай ұмтыл. Немесе кешегі дұғасында өткен сабақта айттық. Инни аузу бика мин илмин ла янфағу. Пайда бермейтін білімнен қашамын саған. Сол секілді пайдасыз кинолар, күллі әлем пайдасыз. Сізге айтайын, пайдалы сияқты болып көрінеді. Даже көптеген мәселелерді талқылайтын ток-шоу жиналыстардың барлығы түк шешпейтін бос нәрселер. Қашан болашақта ақиқат үшін өмір сүретін адамдар сондай жиындарға барады. Ақиқат үшін деген пайыз өседі қоғамда. Сол кезде бір нәрселер шешіледі. Қазір ол еш нәрсе шешілмейді. Ол талқылап, әркім қалай сөйлейтінін көрсеткісі келеді. Қаншалықты білет, анау экономикалық терминдерден қанша білет, мынау саяси тұрғыдан қандай терминдерді білет. Соны айтып, соны бөліскісі кеп, күллісі жаңағы нәпсінің темасы болды. Басқа бітіріліп атқан ештеңе жоқ. Ал сіз білесіз ғой, сіз ақылдысыз. Сондықтан сіз ондай жерге қатыссаңыз да, сіз ол жерде білесіз ғой, бос сөздің не екенін, пайдасыз сөздің не екенін да. Өйткені білімнің ақиқаты сол ғой, біз үйреніп атқан. Сондықтан пайдасыз кино ма, пайдасыз нәрсе ме, бағанағы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтқандай, марру кирома деген нәрсе. Марру биллағуи, егерде бір лақпа әңгіме, лақпа кино, міне Құранда айтылғандай, лақпа бір тақырып болса, соның қасынан өткен кезде абырой беделін жоғалтпай өтетіндер дейді. Мынау бос нәрсе деп. Есіңізде болсын, сіздің атаңызға періштелер сәжде жасаған. Сіз оның белінде болғансыз. Оңай сізге бос нәрселермен айналысуға. Әсіресе Рамазан айында біз осыны қатты түсіну керек. Рамазанның күндізгі сағаттарында еш нәрсемен әлеуметтік желі ештеңе аламау керек. Мен қасиетті Құранның қасиетті екенін түсіну керекпін, сезіну керекпін. Менің көзім әлі бұл Құранның бұл қасиетін түсіне алмай тұр дұрыс. Тек оқу жағынан болғанмен, оның мазмұнына, оның мәніне араласа алмай тұр жүрегім. Неге? Өйткені менің жүрегім жаңағы әлеуметтік мусормен толып қалған. Солар тез тартып кетеді мені. Құранға қара. Құран салмақты өйткені. Өте салмақты ол. Ал мен жеңіл нәрселерге үйреніп қалғам, үйретіп тастағам нәпсімді. Жаңағы дарама сияқты нәрселерге. Соншалықты мені ана дүниенің сигналдары тез тартады. Мысалы, қазір Құран оқиын деп отқан кезіңізде қасыңызда телефон кеп, WhatsApp-қа чиқ-чиқ десе, соған қарағың кеп тұрады. Дұрыс па? Ананың бір бос нәрсе екендігі жүрегімде әлі қалыптаспаған. Мына салмақты Құран, бүйтіп оқып отырсам да бәрібір мына жаққа қарай даусымды алып қараңыз. Осы нәрселердің бәрін мен емдеу керекпін. Кеше айтып отырып қой, біз нәпсіні тазартамыз деген мағына болғаннан кейін, бұл салмақты нәрселер шынымен де салмақты болу керек біздің жүрегімізде. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның жолы сондай болған. Мысалы, қазір күн күркіресе далада. Ол әсер етпейді бізге. Бізде сол жаңа мақсаты дүние болған адамдар секілді жаңбыр жауайын деп тұр ғой дейміз.
Ал пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға қарайтын болсаңыз, түрі өзгеріп, бір Алланың азабы келе жатқан сияқты. Бұл Құранмен бірге өмір сүру деген нәрсе. Яғни әрбір сезімге дейін тура жолда қояды. Табиғатпен байланыстағы сезімдердің бәрі тура жолда. Сондықтан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам түнгі уақытында жаңағы, мысалы, ұйықтайтын кезінде ол жоспарлайды. Ол таң намазын жоспарлайды. Таң намазында белсенділігі болу керек. Көрдік қандай ақыл деген нәрсе, білім деген нәрсе. Таң намазына кейін ол кісі анау сәске уақытына дейін зікірлерін айтады. Уақытты көрдіңіз ба? Ең бір маңызды қиын уақыттарда шайтанға да нәпсіге де бермейді. Аллаға арнайды. Сол жерде күрес керемет дәрежеде жүреді. Ла илаха иллаллаху вахдаху ла шарика ла, лахул мульку ва лахул хамду ва хуа аля кулли шайин қадир деп айтып, соны шайтанға күрес ретінде соны 100 рет айтады. Міне. Бұл сол заман ба, қазіргі ма? Исламның кемелдігі. Соны 100 рет. Одан кейін астағфируллах ва атубу илейхи дейді. Мен сенен кешірім сұраймын, Алладан кешірім сұраймын, және оған тәубамен ораламын дейді да, соны шайтанмен күресіп, Алласын 100 рет айтады. Сосын субханаллахи ва бихамдихи дейді. Субханаллахи ва бихамдихи деген күллі жаратылыстар осы таспихқа отырған. Өйткені сол арқылы ризықтанады дейді күллісі. Күллі жаратылыс осы таспихқа егер отырса, я Раббым деп отыр ғой пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам, онда мен бұны 100 рет айтамын дейді қазір. Сөйтіп бұны 100 рет айтады. Субханаллахи ва бихамди адада хулқихи. Жаратқан саның қанша болса, сонша мәрте болсын саған субханаллахи ва бихамди. Зината аршихи. Аршыңның ұлық салмағына қанша болса, сонша болсын. Сонда мағынада қарасаңыз, соны 4 рет айтады. Хасби Аллаху ла илаха илля хуа алейхи таваккалту ва хуа раббул аршил азим 7 рет айтады. Тағы бір дұға оны 4 рет айтады. Тағы бір дұға оны 3 рет айтады. Сонымен сәске уақыты болады. Сонымен дұға уақыты дегендей. Сонымен сол жерге тұрып, 2 ракағат, кейде 4 ракағат, кейде 8 ракағат дұғаны оқып жібереді. Егер түнгі уақытта 12 ракағат, мысалы айтайық, жаңағы 13 ракағат оқи алмай қалған болып қалса, егер пайғамбарымыз бір жағдай ауырып қап, оқи алмай сондай қиналып қойған болса, ұйықтап қалған жағдай болып қалған болса, кісіде ондай сирек кездеспеген, бірақ болып қалса, соны дұға уақытында 12 ракағат қылып оқып тастайды екен. Сонда біз сұрасақ, күндіз бен түн туралы. Күндіз не үшін жаратылған деп бізден сұраса, біз айтамыз, күндіз жұмыс істеуіміз үшін. Жақсы, иә, солай аяттар келген. Түнді не үшін жаратты деген кезде, түнді демалу үшін, тынығу үшін. Дұрыс, сондай аяттар бар. Бірақ Рахманның құлдары жаңағы түсінгендер, олар үшін жаңағы күндіз бен түн, біз бұларды бір-бірін қуалап отыратын мерзімдер қойып қойғанбыз дейді. Лиман арада айязаккара ау арада шукура. Кім Аллаға шүкір етуді қаласа, ұмытқан нәрсесін еске салып орындап тастаймын деп қаласа, күндіз жоспарлаған істей алмай қалса, түнде қуалап алсын деп, түнде жасайтын істей алмай қалса, күндіз қуалап алсын деп қойып қойғанбыз дейді бұны екеуін. Сонда атаға жаза береді оны. Көрдіңіз, біреу күндіз бен түнді қалай пайдаланады. Ол деген пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам жұмыстарына кіріседі. Оның ішінде қаншалаған пайдалы, ешқандай уақытын бермейді ғой. Тіпті намазының өзінде тұрған кезде, намаздың өзінде 1 секундын, намазының 1 минутын шайтанға бермейді. Шайтан ол жерге де келіп ұрлауға тырысады. Сәждеде, рукухта, күллі нәрседе біз үшін өте өнегелі үлкен сондай адам болған. Екінді намазы бар, мысалы айтайық. Жаңағы ақшам намазы бар. Екінді намазының кезінде, жаңа таң намазының ана уақытын біз айтамыз ғой. Таң намазында періштелер ауысады дейміз ғой біз, дұрыс па? Біз айтамыз, таң намазының уақытында періштелер ауысады дейміз біз. Сондай хадистер бар.
бір-бірімізге әдемілеп соны айтып беруіміз мүмкін. Бірақ одан не пайда? Пайғамбарымыз сол періштелердің ауысатын уақытын іс жүзінде көрсетіп отыр ғой, жаңа таңғы зікірде. Қазір періштелер көтерілген кезде Алла тағаласы көріп тұр бәрін, бірақ сонда да періштелерден сұрайды екен. Өйткені естігісі келеді жақсы нәрсені. О, құлдарыңызды осындай намаз оқып жатқан күйде тастап кеттік деп. Сонда Алла тағала оларға бір былай деп айтатын секілді. Олар әлі зікірде отыр деп. Екінді уақытында да солай періштелер ауысады. Түннің періштелері келеді, күндізгілер кеткелі тұрған кезде есеп тапсыруға пайғамбарымыз қайтадан зікірге отырып алады. Ақшам намазының алдында. Қайтадан 7 рет айтатыны бар, өзіңіз ойлаңыз. 3 рет айтатыны бар, 4 рет айтатыны бар дегендей. Сонда қарап тұрсаңыз, шайтан ұрлайын десе ұрлатпай жатыр ғой. Идеал күллі өмірді қалай пайдалану керек екенін көрсетіп жатыр уақытты. Бір күннің өзінде осындай. Шайтан түк аламай жатыр да. Ананы айтып жатыр. Ол кісіде бір сондай күнәлар да жоқ. Бірақ күнәлар болмай тұрып, астағфирулла атубилейхиді 100 рет айтқан адамнан не сұрайсыз? Қараңыз. Бізде ол бар ғой. Сонда таңы жаңағындай, кешке жақын қайтадан қорғап, күн батады. Күн батқан кезде ақшаммен оны тағы бекітеді. Ақшамнан кейін жаңағы құптаны бар. Мысалы ойлаңыз. Құптаннан кейін сосын шама келгенше пайғамбарымыз тез жата қалады екен. Дарама жоқ, телефон жоқ. Міне осы. Сөйтіп таң намазының алдында түнде тұру керек. О түнде ол белсенді болу керек. Белсенді болу үшін жата қою керек. Біздерде ол телефонды аласың, өзің 12-де жатасың, о телефонды аласың, одан сайын көріп, телефон бетіңе тарс ете қалғанша айтып. Одан кейін қандай ықылас бар, түн жайына қалады. Мысалы, өзіңіз ойлаңыз. Біздің өмір, біздің уақытымызды шайтан өстіп пайдаланады, ұйықтай ғой деп, қара құсымыздан ұйықтай ғой деп байлайтыны бар, жаңа пайғамбарымыз айтқандай. Ұйқың ұзақ болсын қарағым дейді ол. Сол ары қарай жатып әйтеуір. Қазір әйтеуір Аллаға шүкір, Рамазанның арқасында таң намазы қаза емес. Рамазаннан басқаларда көпшілігімізде қаза болып кетіп отыр. Рамазан көп тамақтану деген нәрсені де бізде сақтап тұр. Көрдіңіз? Тамақпен көмектесіп жатыр енді Рамазан. Артық тамақ деген жоқ енді. Бірақ ол артық тамақтың барлығын жемесек те, шайтан бізге әдемі дизайн жасап, түні бойы таң атқанша жеңдір деген ғой дегендей келдіріп, басқа күндері жасамаған дастархандар жасаймыз ғой біз Рамазанда. Ифтар мен сәресі деген білмеймін енді анау. Атығы негізі экономдағысы екен ризықта. Біз деген енді оны күндіз жемегеніміздің бәрін күнде әйтеуір Алла тағала түсінеді ғой бізді, біз нәпсіміз. Бірақ сонда да оның барлығына бір ретке келтіру керек. Көрдіңіз ғой. Шай ішетін, кешкі шайдың уақыттарында телесериал қосылады, шай ішіледі Рамазанда. Сондай жағдайларда болу. Дорамаңызды қосып қойып тамақ істеп жүресің. Міне осының барлығында біз дұрыс болайық. Біздің уақытымызды шайтанна әсем дүниенің сән нәрселерімен ұрлап жатқан кездері бар. Сондықтан таңғы кеш пайғамбарымыздың жаңағы уақыты шамамен бір күндігін біз суреттедік. Міне. Сонда ойлаңыз, бұл кісінің күллі күні осылай өткен. Сонда ешбір күнін шайтан, ешбір күнінің ешбір сағатын ести алмаған, ұрлай алмаған. Шайтан ешбір күнінің ұйқысының кезін болсын, ұйқыдан тұратын кезін болсын, өзіне қарай пайдалана алмаған. Принципке қойып тастаған ғой пайғамбарымыз. Жататын уақыт бол. Шайтан оны ештеңе істей алмайды. Тұратын кезінде түнде тұрып алады, ұйықтата алмайды оны. Берілмейді. Ашық дұшпан деген нәрсе пайғамбарымыздың өмірінде керемет дәрежеде жасаған. Соқтан мысалы Алла тағала Ибн Аббас айтады, ешбір пайғамбардың ғұмырымен Алла ант етпеген дейді. Тек қана Мұхаммед пайғамбардың ғұмырымен ант еткен. Көрдіңіз бе? Бағана айттық қой біз, ғұмыр деген ол мал басыңыз, сіздің капиталыңыз, өте қымбат нәрсеңіз. Соқтан пайғамбарымыз салсам бұл өзінің күллі ғұмырын Алланың разылығына, Алла разы болатындай жұмсағандықтан Алла тағала пайғамбарымыздың ғұмырымен ант еткен.
Хижр сүресінде өзіңіз ойлаңыз. Уәлә ғұмрука. Сенің ғұмырың мен ант етем деген. Егер де Алла тағала пайғамбарымызды ғұмырмен ант етсе, онда сіздің ғұмырыңыз осы ғұмырға не істеу керек? Бұл Алла батасын берген ғұмыр. Алла Құранда мінездемесін берген ғұмыр. Алла, өзіңіз ойлаңыз. Олай болса, міне қай ғұмыр, сіздің ғұмырыңыз қай ғұмырға байлану керек? Пойыздың вагондары сияқты. Өйткені басқа құтылу жоқ. Басқа жерде ғұмыр ұрланады. Рамазан айының өзінде осындай дәрежеде пайғамбарымыз істесе, Рамазан айының соңғы 10 күніне қараңызшы не істеп жүрген. Бұл сондай мұбарак не болғаннан кейін сахабаларына, кейінгі үмбетіне үлгі болсын деп, мысалы, Рамазанның соңғы 10 күніне қарайтын болсаңыз, бір тәулігінде 24 сағат бар. 10 күн 240 сағат. 240 сағатты мешітке байлап жіберіп отыр ғой. Мен түк бермеймін бір жерде шайтанға. Сонда ол өзі таңертеңнен кешке дейін, мысалы кештен таң атқанға дейін мешітке байлап тастап отыр ғой соңғы 10. Өйткені оның ішінде қадір түні бар. Ол қадір түнін кәдімгі оның ішінен іздеу керек дегендей нәрсе. Еркелеуімізге болмайды. Бұл мынандай күн деп белгілеп алып, сосын сол күнде пайғамбар салсам еркелей алмаған бір түнге. Бұл оның бәрін қамту керек бізде отыр ол кісі. Сонда Алланың елшісінің өзі өмір бақи. Көрсіз ғой. 240 сағатқа өзін байлап жіберген. Сонда қалай күткен өзінің ғұмырын? Қалай дұшпандасқан шайтанмен? Еш нәрсе бермей. Сол мешіттің ішінде сол жерде Құраны да өзінде пайғамбар салсам, Алла тағала Құранды жүрегіне түсіргеннен кейін сен оны өңінде де, ұйқы кезінде де оқи беретіндей қылып қойдың деген Алла тағала. Ол ұйықтап жатып та сол Құранмен, тұрса да сол Құранмен. Ұйықтайын деп жатса да сол Құраннан бір аяттарды оқып ұйықтайды дегендей нәрселер. Сондықтан біздің осы Рамазан айындағы ең маңызды досымыз, артық қарайтынымызда Құран болу керек, артық еститінімде осы Құран болу керек, артық араласатынымда осы Құран болу керек. Құранмен тұру керекпін, Құранмен ұйықтау керекпін, Құранмен. Шама келгенше Рамазан айында телефоныңыздың орнында Құран болу керек. Осы күресті біз жасап көру керекпіз. Өйткені ертең Рамазаннан кейін шайтандар қайтадан топырлап келеді, байланып жатқандардың бәрі босайды, көзге көрінбейді, дүниені әдемі қылып әкеліп, Рамазаннан кейін бір отпускаға әдемілеп тұрып шығарады бізді. Солай алдап, солай келдіреді дүниені, қалай өзіміз тағы да босап кеткенімізді білмей қалуымыз мүмкін. Соқтан босап бара жатқан нәрсемді сезетін кезде ғана мен өзімді босатпайтын болам. Ал босатпау үшін, босап баратқан сезіну үшін мен Рамазанда осы сезімдерді ретке келтіріп алу керекпін, иман тұрғысынан. Бұл сіздің уақыт. Сол үшін бір-бірімізбен байланысқан кезде де мен бұл кісінің қасына келіп, бір болмайтын бір әңгімен айтып, бір анекдот айтып, бұл кісінің уақытын заяға кетіруге болмайды. Бұл қымбат адам. Біз бір-бірімізде ақ көңіліміз, солай ма деп тұра беруіміз мүмкін. Немесе кешегі ғана нені көрдің ба деп, ұлдар мысалы, кешегі боксты көрдің ба, футболды көрдің ба, кім жеңді деген әңгіме бос нәрсесіз. Ешқашан бүйтіп бір-біріңіздің уақытыңызды болмайтын әңгімелерге пайдаланбаңыз. Қыздарда да сол, кешегі ананы көрдің ба, дораманы істедің ба, соңғы клип шықты ғой, соны тыңдадың ба деген нәрселер, әңгімелер. Бұл енді сіздің әңгімеңіз емес. Соқтан сіздегі маңызды нәрсе, иншалла, ол өз үйіңізде жаңағы өз үйім өлең төсегім дегендей қылықтарыңыз, нелеріңіз, ол Алла тағала ол нәрселерді айтып отқан жоқпын мен. Мен жаңағы пайдасыз нәрселерді, сол нәрсеге көзіңізді тоздырмаңыз. Сізге ақыл берілген. Ойлаңызшы, білім жолында болғаннан кейін, пайғамбарымыздың өмірін оқып отқаннан кейін, Алла пайғамбарымыздың жаңағы мұраларын оқып отқаннан кейін, ол
ана жерден ашып қойып болмайтын нәрсені көріп отырсаңыз, сіз өзіңізді өзіңіз қадірлемеген боласыз. Бұл өзіңізге төмен оценка беруіңіз бұл. Сондықтан сізді Алла тағала мұсылман қылып жаратқаннан кейін, мұсылман деген каримун дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям, ол ардақты дейді. Мұсылман деген ол ардақты. Алла оны бағалайды. Мына нәрсеге қараңызшы өзіңіз. Бір мұъминнің өлтірілуіне қарағанда Аллаға мына дүниенің құрып кеткені жеңілірек болады дейді. Бір мұъминнің өлтірілуіне қарағанда. Ойлаңыз. Неге сіздің ғұмырыңызда тұр ғой береке сонда? Неге? Өйткені сізде бағанағы 4 қасиет үшін сізді мұъмин қылған. Біріншіден, сізде ақиқатқа деген иман бар, ол көпшілікте жоқ. Аллаға, ақиретке, Алланың сөзіне. Одан кейін салиқалы амалдар. Сіз арқылы сіздің бойыңызда Алланың исламы көрініс тауып отыр жердің бетінде. Алланың әмірі, тыйымын сіз тасымалдап жүрсіз. Сіздің бойыңызда болып тұр. Шайтан осының бәрін алдап, сізді анау болмайтын тақырыптарға кіргізгісі келеді. Үшінші қасиет, сіз арқылы ақиқат тарап жатыр қоғамға. Сіз жүрген жерде сіз бос нәрсе сөйлемейсіз. Адамдардың уақыттарын бос нәрсемен алмайсыз. Қайғы болсын сондай бір адамға, адамдардың арасына келіп болмаған бір оқиғаны айтып, яғни анекдотта, сөйтіп күлдірткен дейді Пайғамбарымыз. Бұл сөздер, қараңыз, артық сөз. Мына Израиль ұрпақтарында осы артық сөзді тәрбиелеу үшін тіпті оларға Закария мен Мариямның оқиғаларында келеді. Адамдармен сөйлеспеу оразасы болған. Сонда өзіңіз көріңіз, осы айда көп сөйлемеңіз. Кім Аллаға және ақыретке иман келтірсе, жақсы сөз сөйлесін, немесе үндемесін. Осы оразаға кірейік біз. Жақсы сөз сөйлеу, немесе үндемеу. Бұл кісінің қасына келіп сөйлескің келді ма, пайдалы нәрсе айтты. Пайдалы. Уақытын пайдалы нәрсеге бөл ол кісінің. Солай құрметтеу оны. Ал келіп оның қасына жаңағыдай пайдасыз нәрсе айтпа. Қалай өз уақытыңның қадірін түсіндің, оның да уақытының қадірін біл. Босқа кетірме ешкімнің уақытын. Біреудің үйіне барып босқа отырма. Сондай нәрселер, қарым-қатынастар. Далада да кездесіп қалдың ба, босқа ұстап тұрма. Не істеп жүрсің бұл жерде? Не істеп жатсыңдар? Не істеп жүрсің бұл жерде деген сөздер не керек? Пайдалы нәрселер айт бір-бірімен. Сахабалардың өзі бағанағы Аср сүресінің қадірін түсінгеннен кейін Аср сүресінің тәпсірлерінде айтылады. Сол сахабалар бір-бірімен сөйлесіп болғаннан кейін осы Аср сүресін бір-бірінен оқып бірақ кеткен дейді. Кім араларымызда ақиқатты үгіттесіп. Немесе кешегі Абдулла ибн Масғуд радиаллаху анху көшеде бір сахабаларын көп қалса, келе ғой, имандасай, бір сағат имандасып жіберейік деп. Иман, ақиқат сөйлену керек. Мақсат сөйлену керек. Жаңарып, ол барып сол нәрсені барлық жеріне сөйлейтіндей. Мысалы, кеше Хасан аль-Басри айтады. Мен көп туысқандармен араласқан кезде олардың арасында әйтеуір дүнияуи әңгімелер болады. Ал қашан бауырларымен жоқсам, тек ақырет еске түсіріледі дейді. Сонда бауырлар деген нәрсені де түсініп отырсыз ғой. Көрдіңіз бе? Не үшін сондай ақырет үшін байланған, ақиқат үшін қосылған бастары 1 сағат отырса да, 2 сағат отырса да ақиқатты сөйлеседі. Ол жерде не бос сөз жоқ, ол жерде бір ғайбат жоқ, ол жерде біреуді жек көріп, өшпенділік, біреуді біреуге қарсы қойып отқан нәрсе жоқ. Таза, пәк, мінсіз Алла, Алланың елшісі, хақ нәрселер айтылады. Сондай бауырлар дейді Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады, қиямет күні сондай адамдар болады. Алла тағала оларды қиямет күні әкелген кезде оларға тіпті пайғамбарлар мен шейіттер де қызығып кетеді дейді. Олар кімдер? Алланың елшісі, бізге сипаттаңызшы деген кезде сенімді хадис, сахих Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям жетіп отқан. Сонда өзіңіз ойлаңыз, олар қарапайым адамдар, бір-бірі ақиқат үшін сүйген дейді. Аля ғойри архамин,
олардың араларында туысқандық байланыс болмаған дейді. Уәлә амуалин. Сондай-ақ олардың арасында бір-біріне берілгелі тұрған алыс-беріс мал дүние де болмаған, ешқандай сауда да жоқ дейді. Бірақ олар Алланы сүйіп, Алла үшін бір-бірін сүйген адамдар болған. Міне олар ертең қияметте адамдар қиналатын күні қиналмайды, адамдар қорқатын күні қорықпайды, олар нұрдан болған мінбелердің үстіне отырғызып қояды дейді. Пайғамбарлар мен шейіттер қызығып кетеді дейді оларға. Бұл құрбыларға байланысты, әйел заттарына байланысты болсын, ер адамдарға байланысты болсын, мына дос деген нәрсе бағана айтып отыр ғой. Әттеген-ай, елшіні неге дос тұтпадым? Көрдіңіз бе? Әттеген-ай, пәленшені дос тұтпағанымда ғой деп жатыр Холил. Сондықтан пайғамбарымыз айтып жатыр, бізге айтады. Әл-мәру аля дини холили. Әрбір адам өзінің бір жақын адамының дінінде дейді. Қараңыз. Дінінде. Яғни ол адамның қылығы, темалары дін деп аталып отыр. Сондықтан фәлянзур мән юхолил, әркім қарасын, кімді жақын тұтып жүрген дейді. Әлеуметтік желідегі достарды барлығы пайдасыз нәрселердің бәрін связын үзіңіз, мынау айда. Подписчигінен шығыңыз, тастаңыз бос нәрселерді. Алла мен елшісінің, пайғамбардың подписчигі болыңыз. Құранның қасында жүріңіз. Ақиқаттың қасында жүріңіз енді. Ақиқат, пайдалы нәрселер сөйленіп жатқан жерде болыңыз. Бос нәрселердің қасында, бос әңгімелердің қасында. Тақырыптар көп, таусылмайды. Дүние қаншалықты қызық, соншалықты бұл тақырыптар кете береді өзі. Адамдарға жаңа бір тақырыптар әкеп кірмеңіз өміріне. Мысалы бір психоматиканы алып, немесе психологияны алып, пайдалы нәрселер бар, несі бар, әртүрлі бір тақырыптарды алып, отырған жеріңде жиында кеп, солардың тақырыптарын сөйлеп отырмаңыз. Сізде Құран бар, пайғамбардың сөздері бар, пайғамбарымыздан ұят. Алланың елшісі ұмытып кетті дейсіз бе бір нәрселерді айтуға сізден? Құран ұмытып кетіп пе бір нәрселерді айтудан? Ойлаңызшы, бұл қалай кәміл дін болады егер бір нәрсені ұмытып кеткен болса? Кәміл дінді адамдардың арасында ұятқа қалдырмаңыз. Сіз бір жерде бір жиында отырып, жаңағы болмайтын, солардан үйренген бір тақырыптармен бір сағат сөйлесіп отырсаң, Алладан ұят емес пе? Аллаңыз қарап тұр ғой, көріп тұр ғой, естіп тұр ғой. Мынада Құраннан түк жоқ па? Мынау басқаның сөзін сөйлеп кетті дейді ғой сізге. Басқа нәрселер сіз-ақ дами береді. Мына негізгі тақырыптар, осы тақырыптар сіз арқылы сөйлену керек қоғамда. Мысалы өзіңіз ойлаңызшы. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға Алла тағала Құранды түсіргенге дейін кітап оқытты ма? Сіз қарасаңызшы, Құранды қаншалықты жеткілікті қылып тұр Алла тағала пайғамбарымызға саллаллаху алейхи вассалам. Сол замандағы ең бағалы кітаптар мысалы насаралар мен иудейлерде болған. Әлі толық бір өзгеріп кеткен болмаса да, Тәурат пен Інжіл деген, ойлаңыз. Анау парсылардың не бір дастан кітаптары болған, батырларының, тарихтарының оқиғалары жазылған. Сонда қарап тұрсаңыз, солардың біреуін оқытпаған. Соны тіпті оқи алмайтындай қылған. 40 жасқа келіп отыр, міне пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам жаза алмайды. Хат танымайды. Неге? Өзінің хатын таныту үшін дүниенің хатынан махрұм болған. Сен ойла қандай нәрсе. Соны Алла тағала абыройлы дәрежеде 2 рет Ағраф сүресінде айтып отыр. Ағраф сүресінде кітап иелері, Исраил ұрпақтары жазу сызуды мықты білген. Жазу сызуды мықты білген. Иса пайғамбардың өзіне Алла тағала ва юаллимухул китаба вал хикма, Исаға жазуды да, даналықты бәрін үйреттік дейді. Мұсаға да солай жазып, хат танитын қылып, мысалы, тақтаға жазған Тәуратты. Ал пайғамбарымыздікін саллаллаху алейхи вассалам күллі иудейлерге де, насараларға да, күллі жердің бетіндегі адамдарға пайғамбарды ұсынған кезде иттабиғур расула ан-набийял умми деген. Елшіге еріңдер, сауатсыз пайғамбарға, хат танымайтын, жаза алмайтын, Алланың кітабын жүрегінен сөйлеп отқан пайғамбарға. Міне сондықтан бұл дүние сізсіз де жүре беретін нәрселер көп ол.
басқалардың сөздерін қайталап, солардың кітабын дәріптемеңіз жүрген жеріңізде. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның хадистерінен адыра қалсын. Күллісі сол нәрселерден қалған нәрселер. Тек пайғамбарымыздың мұрасын көп оқыңыз. Құранды көп оқысаңыз білесіз. Олардың көптеген нәрселерді осы мұрадан ұрлап, өз аттарымен сөйлеп жүрген. Сіздікі ең кәмілдің. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның қасында Омардың өзі келіп, Хайбарда жорықта Тәураттың бір нұсқасын тауып алып, ашып қап, Омар хат танитын. Соның ішінде оқып, жаңа Құранның аяттарына бір ұқсас жерлері болады мысалы. Сонда я Алланың елшісі, қараңызшы мынаны, я Алланың елшісі деген кезде пайғамбарымыз қызарып, ашуланып, Құраным тұрған кезде бұлардың барлығының үкімін өшіріп түсіп тұр ғой Құран. Бұлар деді Құран растаушы. Құран сондай бір кітап, Тәурат пен Инжилдің үстінен үкім айта алатын, жарық түсіріп, нәзер өзгеріп кетіпті, нәзері ғана дұрыстау сақталыпты деп айта алатын жалғыз кітап Құран. Өзіңіз ойлаңыз. Олар соны мойындағысы келмей отыр. Алла тағала айтып отыр, мухайминан алейхи. Бұған дейін қандай кітап түссе, Құранды солардың үстінен куә қылып, үстілерінен сөйлей алатын кітап қылып қойған кітап. Міне осы ақиқатты сіз қаншалықты меңгеріп ұстанатын болсаңыз, осы пәрменді Алла тағала сізге ертең береді. Сондықтан қасиетті Құран, сіз оған қаншалықты көңіл бөлсеңіз, соншалықты мына қоғамды дүрілдейді. Әйтпесе сөредегі кітаптардың бірі болып тұра береді ол да. Сол аналардан сол естігендерді бір жаңалық көріп, бір керемет нәрсе көріп, Мұхаммед пайғамбардың үмбетіне бір жаңалық ашылады деп отырса болар. Ашылмайды. Сіз қайта пайғамбардың мұрасынан махрұм қалып отқандықтан дұрыс оқымай, дұрыс зерттемей, солардың нәрселеріне еліктеп, шайтан бізді пайдаланып отыр. Бір дүбәра үмбет қылмақшы бізді болашақта. Белгілі бір пайызың батыстікі, белгілі бір пайызың ананікі, белгілі бір пайыз мынанікі, толыққанды түрде Алланікі де, елшісінікі де бола алмайтын үмбет қылайын деп отыр. Бұл осындай үлкен әлемде саясат бар. Ал бұл дінді Алла тағала, сіз ешкімге мұқтаж болмаған түрде өзінің білімін түсіріп қойған. Ешкімге мұқтаж болмайтындай қылып түсіріп қойған. Не соған сіз жету керексіз. Көзіңіз тұрғысынан, иманыңыз, ақылыңыз тұрғысынан бірінші өзіңіз осыған жету керексіз. Сол кезде бұл нәрсені сіз сол айналадағы адамдарға жеткізе аласыз осы кітап арқылы. Бұл үшін, иншалла, мына уақытымыз, Рамазан айында осы уақытымыз біз қадірлеп, Құранға қарай көп айналысуға, шұғылдануға тырысайық. Осы айда көзіміз де, ақылымыз да, уақытымыз да осы Құранмен болсын. Осы Құранды түсінуге арналып, ұйықтап жатсақ та жаңағындай сауап болады. Құраныңызды телефоннан ашып қойыңыз да, бір Құранды аятын бүйтіп оқып жатып, сөйтіп түсіп кетсе болады. Өйткені Құран өзіңізге иншалла болысатын нәрсе. Міне осындай Құран түсіп кетіп ұйықтап, Құран түсіп кетіп оянып, иншалла Рамазанның берекелері баршамызға нәсіп болсын. Алла тағала үшін, өзім үшін де, сіздер үшін де Алланың кешірімін сұраймын, рахымын сұраймын. Алла баршаларымыздан оразаларды қабыл қылсын. Алхамдулилlah, уассалату вассаламу аля расулилlah. Ал құрметті шәкірттер, және бізге бүгін мынау біздің оқу орнымызға, үлкен білім ошағына алыстан жақыннан келіп отырған, қадам басып келген қонақтарымыз, ағаларымыз, апаларымыз, ұстаздар келіп отыр. Аллах разы болсын баршаңызға. Ерлан ұстаз, өзіңізге алғысымыз шексіз. Алла ғұмыр жасыңызды ұзақ қылсын, деніңізді сау қылсын. Алла сізге мол берекетін жаудырып, иншалла, бұдан сайын іліміңізді арттырсын. Алла берекетін берсін барлық ұстаздарымызға, осылай шәкірттерімізге, жалпы жастарға, халқымызға білім беріп жатқан, иншалла. Шынында да Рамазан айына жеткен де бар, жетпеген де бар. Қаншама адам осы Рамазанды сағынып, Рамазанға жетсем ғой шіркін, осы Рамазан айының
берекетінен мен де үлесті болсам ғой деп ниет еткен. Құран оқысам ғой, хатым етсем ғой, осы айда иншалла әрбір минутын, сағатын берекетті өткізсем деп пайдалы. Бірақ амал нешік, Алла тағала ғұмырын нәсіп етпеген адамдар бар. Бізге енді нәсіп еткен екен, міне көптен күткен Рамазанымыздың ортасына да келіп қалдық. Уақыт деген осылай ағып жатқан бір ағыны қатты өзен секілді, иә? Таң атса кеш батып жатқан уақыт. Сондықтан құрметті жастар, бізді мынау көгілдір экранның ар жағынан қарап отырған бауырларымыз, иншалла ұстазымыз бүгін тақырып өте керемет болды. Уақыттың қадірін білейік, уақытымызды пайдалы нәрсеге жұмсайық, өйткені бұдан да сұраламыз. Бұл да Алла Тағаланың бізге берген нығметі деп осы уақытты қадірлеу тұрғысында үлкен кереметтей насихатын айтты. Сондықтан әуелі өзім, сосын сіздерге осы айтылып жатқан уағыздарға, насихаттарға амал етуге шақырамын. Әлгі мына құлағымыздан кірген дүние екінші бір құлағымыздан шығып кетіп жүрмесін, иншалла. Сондықтан уақытымызды ұрлап жатқан нәрсе көп. Әлгі өткенде аталарымыздың Шалақынның сөзін айтып едік қой. Нәпсі туралы ұстаз уағыз айтқан кезде иман сол бір қойға теңеді, иә? Нәпсіні сол бөріге теңеді. Сондықтан осы біздің уақытымызды да сондай бір жуас нәрсеге теңейтін болсақ, ал қазір анталаған аш қасқырса, біздің уақытымызды жалмап жегісі келетін дүниелер көп. Ұстаз оның біразын айтты. Сондықтан оларға мән берейік. Біз қазір жаспыз. Ертең мына қайран 25 деп мына үлкен қариялардың қасында отырсаң, көп естисің өзі. Қайран 25 қайтып келмейді ғой деп болса. Қариялар айтып отырады, Сонда жас кезімізде түсінбейтін едік. Бізде мынау жасымыз 40-тан асып 50-ге қарай қадам басқаннан кейін ба, соны түсінгендей болып жатырмыз енді. Шынында да кеше қарасақ артымызға бала едік, көп дүниелер. Абай атамыз да айтады ғой өлеңінде, мезгіленен қолымды кеш сермедім деп, Ол қандай данышпан кісі болса да, сол өмірінің кейбір тұстарының бекер өткенінен налып отыр. Сондықтан өз-өзімізге Абай атамыз айтпақшы, айына бір, тіпті болмаса, аптада бір, негізі күнде есеп беріп отыруымыз керек қой. Бірақ Абай атамыз соны ең жоқ дегенде айда бір есеп беріп отыр дейді да. Сонда адам артына қараған кезде, не істеп не қойғанын көрген кезде, саралаған кезде, ол сол жаңағы келешек өміріне бір жоспар қояды, бағдар қояды, иншалла. Енді әрине салыстыруға келмейтін шығар, бірақ мына уақытты енді немен салыстырсақ екен, мысалы деймін да, енді бір қалтамызда, әмиянымызда, енді бәрі каспиде ғой қазір. Ақшамен салыстырғандай болсақ, ақша да Аллах Тағала бізге берген рызық үлкен несібе ғой. Сол ақшамыздың бос нәрселерге жұмсаған көргенімізде, яки біреу бізден ақшамызды ұрлап жатқанын көрген кезде, яки бір жерде жоғалтып алсақ, қандай ішіміз ашиды, Аяттен ай соған бірдеңе алғалы жүредім деп. Кеше ғана айлық алдыңыз, қалтаңызда мысалы үшін бір 300 мың теңге ақшаңыз болса, соны біреу нақақтан келіп 150 мың теңгесін маңдай термен бір ай бойы сол еңбек қып тапқан дүниеңізді ұрлап әкетсе, қандай ішіңіз ашиды, оған сіз қандай жоспарлар қойып қойғансыз. Ал енді уақытта сондай дейтін болсақ, Алла берген осы 24 сағат уақыт, сол бір-біріміздікін кейде солай ұрлайды екенбіз, Ал бірақ оған ақшамызды жоғалтқан секілді ішіміз ашмайды көбіне, солай ғой. Сондықтан ұстаздың айтқан уағызына мән берейік, иншалла уақыттарымызды пайдалы өткізейік. Мына біздің ер жігіттеріміз, ұстаздар, енді алдағы уақытта иншалла имамдар, молдалар, қазірдің өзінде енді молдалық қылып жүрген шәкірттеріміз бар, солай ғой. Дұрыс, дінді жеткізетін сіздер. Сондықтан қазір ауызашарларға барамыз. Кейде ауызашар дастарханында ұстаз айтқанда, енді ол өз алдына бір тақырып, жаңағы аста төк тамақ, жаңағы кейбіреулер ораза кезінде енді ниет ондай болмау керек, бірақ негізіне былай қараған кезде адам арып ашып, осы Рамазанда
барлық нәпсін тыйғаннан кейін негізі біраз салмақ тастау керек қой былай. Ойша алғанда. Бірақ бір салмақ қосып алатын әдемісіміз бар, иә? Иә, бір 80 келі болсақ, 90 келі, 90 болсақ, 100 келі деген секілді. Кейде нәпсімізді де қатты құмарландырып жібереміз. Сондықтан Алла сақтасын, енді дастарханда отырған кезде бос әңгімелер айтылып жатады. Былайғы дастарханда айтылған дүние жарайды дейсің ғой енді, бірақ ауыз ашар дастарханында сол баяғы жартас сол жартас болып жатады. Сондықтан молда болып баратқан айналайын барған сіздер, имам төрге шығарады, отырасыз, үстіңізде шапан, баста тақия, соның бағытын бұрып, кейде ақсақалдар да былай қарай кетіп қалып жатады, иә? Ай, осы бата береді ау, бата қой, осы ақыл айтады ау, кеңесін, насихатын айтады ау дегенде, сондықтан ыңғайын келтіріп, сол жерде Алланың кәләмін оққаннан кейін, пайғамбарымыздың хадисін түсіндіріп, сол ауыз ашар дастарханында керемет бір сол бір жарты сағат, бір сағаттық уақытты Алла үшін арнау керек деп есептеймін. Сонда есте қалатын дүние болу керек. Алла разы болсын баршаңызға. Енді қазір емтихан апталығы, 2-ші аралық бақылау. Жақсы тапсырыңыздар емтихандарыңызды, бәріңізге сәттілік тілейміз. Енді сөзіміздің аяғын мына бір ақынымыздың уақыттың қадірі деген жақсы бір өлеңі бар екен. Бағаналы айтылған уағызға тобықтай 90 ауыз сөзге түйін болсын деген ниетпен аяқтайық. Ерлан ұстазымызға Алла разы болсын. Ол ақынымыз былай деген екен: уақыттан асқан билік жоқ, уақыттан озған жүйрік жоқ. Адамға Алла бұйыртқан уақыттан қымбат сыйлық жоқ. Әдемі сағат таңдайсың, көресің ұстап әрқайсысын. 10 сағат сатып алсаң да, уақытты сатып алмайсың. Өткенді жалғай алмайсың, тағдырды таңдай алмайсың. Қулығың күшті болса да, уақытты алдай алмайсың. Өткенді жалғай алмайсың, тағдырды таңдай алмайсың. Қулығың күшті болса да, уақытты алдай алмайсың. Жас болып мәңгі жүрмейсің, мәңгілік өмір сүрмейсің. Үнемдеп жұмса уақытты, бітеді ол қашан білмейсің. Бұл өмір деген қас қағым, өтер де кетер жас шағың. Сыйлатқың келсе өзіңді, уақытын сыйла басқаның. Сыйлатқың келсе өзіңді, уақытын сыйла басқаның. Минутты әрбір бағала, сағатты әрбір сарала. Уақытты қайда жұмсадың, есептеп үйрет балаңа. Өткізбе бекер күн айды, ұмытып кетпе Құдайды. Қарызға берген уақытын сұрайды ертең, сұрайды. Дөбірін сезіп алыстан, заманмен мынау жарысқан. Уақытын дұрыс жұмсайтын адамдар нағыз данышпан. Уақытын дұрыс жұмсайтын адамдар нағыз данышпан деп бір ақын ағамыз осы уақыттың қадірі туралы осылай өлең жолын біздерге арнаған екен. Олай болса, баршаңызға Алла разы болсын. Иншалла, енді келесі жұма, құрметті бауырлар, мынау енді өзіміздің түркі халықтарына ортақ Наурыз мерекесі келе жатыр. Бүгін енді мынау көрісу дейді, амал дейді батыс жақта. Мынау көктем шыққаннан кейін қыстан аман есен шығып, Алла тағалаға шүкір етіп, үлкендерді зиярат етіп, сондай үлкен мереке басталып жатыр. Сондықтан сол Наурыздың мерекесіне сай біздің университетте де демалыс болады екен. Сондықтан келесі 21-ші жұма, яғни Наурыз демалыс болады. Одан кейін ары қарай жалғастырамыз, ар жағда айтқа ұласады. Алла разы болсын. Енді Рамазанның қалған 15 күнін осындай береке мен жақсылықпен, пайдаменен Құран оқып, хатымдарымызды аяқтап, Құранның тереңірек мағынасына үңіліп, иншалла көп бір олжалы күйде, сондай бір пайда алған күйде Рамазанымызды
аяқтап айтқа жетуді баршамызға нәсіп етсін. Баршаңызға Алла разы болсын. Келесі кездескенше күн жақсы болсын. Ел аман, жұрт тыныш болсын. Ассаламу алейкум рахматулла. Алла разы болсын, ұстаз, өзіңізге. Алла разы болсын сізге.